Менің қазақша рецепттерге тегін мастер-класстарға арналған арнама қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып, арнама жазыла отырыңыздар. Мен қазір сіздермен үй жағдайында жасалатын майонезбен рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін шемішкі майды алып 200 граммын өлшеп аламыз. Егер де сіздерде оливковое масло болса, оливковое масло пайдалансаңыздар болады. Себебі оливковое масломен пайдаланған кішкене пайдалырақ болып шығады. Міне мен енді майымды құйып алдым осы банкіге. Өзіме ыңғайлы болған соң қасықтың 1/4 бөлігін тұз саламыз. Бір жұмыртқамды жарып саламын. Және міне бір шай қасық қант салдым. Сондай-ақ 1/4 бөлігі шай қасықтың бұрыш салдым. Енді горчица, бір шай қасық горчица саламыз. Өзіңізде қандай бар, қандай пайдаланасыз, сол горчицаны сала бересіздер. Және сондай-ақ лимон шырынын, лимон соғын бір қасық саламыз, бір шай қасық саламыз. Міне мен бәрін салып болдым. Енді қазір мен майонез жасауға көшемін. Блендерлейміз. Осындай блендермен мына ыдысқа салып, әбден майонез басталғанға дейін қалай салдық түбіне, сол күйінде қозғалмаған күйінде, бір орында ұстап тұрған күйінде қозғалмастан блендерлеп бастаймыз. Міне жан-жағын көрдіңіздер ме? Ағарып майонезге айнала бастады ғой. Міне мен жақынырақ көрсетейін, міне. Мен қазір блендерлеп тұрмын. Осылай ағарып көріне бастайды. Бірақ блендерді қозғамайсыз. Қалай ұстап тұрдыңыз, солай бір қалыпта ұстап тұрасыз, түбіне тақап алып. Міне ағарып кетқандар көбейген кезде уже енді ғана блендерді қозғап бастаймыз. Міне енді барлығы түгелмен майонезге қазір бәрі айналып болды. Майонезіміз шықты. Енді кішкене чеснок саламыз. Міне мен андай бір зубчик чеснок алдым. Үлкендеу, если кішілеу болып жатса, сон чеснок екеу саласыз. Үлкен болып жатса, осындай біреу жарайды. Осы чеснокты салып, әбден араластырып блендерлеп аламыз бұны. Сонымен майонезіміз дайын болады. Майонезім дайын болды. Блендерге жабысып қалған майонездердің бәрін лопаткамен шығарып аламын, тазалап. Мен жаңа блендерге ыңғайлы болған соң осындай үлкен банкіде жасадым. Енді қазір бұны мен кішілеу банкіге ауыстырып салып қоямын. Міне салып қойдым кішілеу банкімен. Мен осылай сақтаймын холодильникте, салаттарға пайдаланамын.